бірінші бағдарламаға тоқтайық. Повышение компетенции деп айтылады. Енді қарапайым тілмен осы мамандарды дайындау, біліктілікті арттыру. Ішінде не кіреді? Қараңыздар, слайдтың ішінде, мен ішінде қарадым. Ішінде профессиональная подготовка. Бұл профессионалдық түрде мамандарды дайындау. Екінші, повышение квалификации. Істеп жатқан мамандардың біліктілігін арттыру. Переподготовка. Істеп жатқан азаматтардың, мамандардың қайта даярлауы. Привлечение зарубежных специалистов. Сырттан келетін оборудование алған кезде, сырттан басқа елдерден оборудование алған кезде, содан келетін специалистердің шығындарын өтеуге болады. Көріңіздер, слайдты жасап қарасаңыздар. Профессиональная подготовка, дайындау, повышение квалификации, біліктілі арттыру, мамандардың переподготовка, привлечение зарубежных специалистов. Қайта даярлау және сырттан келетін, басқа елден келетін мамандардың шығындарын өтеу. Қандай керемет? Оны енді мына слайдта қарасаңыздар, мен кішкене механизм нен дейді, алгоритм, енді бұлай кішкене қарапайым тілмен бір схеманы жасап қойдым. Қараңыздар. Бірінші слайдта кәсіпкер, өндіріс өз мамандарын, соның ішінде инженерлік технический персонал дейді. Инженерлік техникалық персонал мамандары. Екіншісі производственный персонал. Мына өндіріске қарайтын мамандар. Және топ менеджмент, сол жақта енді басқарушы көп азаматтар болады, әрі қарай өндіріске қарайтын басқарушылар. Соны өндіріс стажировкаға бір айға дейін жіберуге болады. Ол сол бір айға дейін басқа мемлекетке стажировкаға жібереді. Кәдімгі тәжірибе алмасу үшін сол жаққа жібереді. Енді соған тәжірибеге жүрген кезде шығындарын қарастырады. Бұл шығындарды жолына төлейді, сол жақта қатысқан үшін барлық шығындарын жасайды. Енді мамандар барып келген соң, осы 3 салада мамандар барып келген соң, отчеттарын, осы кеткен шығындарын, кәдімгі қағаздарын осы орталыққа, Казиндустрия, индустрия және экспорт орталығына документтерін, осы құжаттарын жібереді. Кейін Казиндустрия возмещает 40% расходов максимально до 30 миллионов деп жазып қойған. 40%-ға дейін, 30 шектеу енді 30 миллионға дейін осы Казиндустрия сол құжаттар арқылы сол өндіріске ақшасын қайта шығындарын өтеу үшін қайта жібереді. Схемада қайтадан қарасаңыздар, инженерлік техникалық мамандар, өндіріске қарайтын мамандар және топ менеджмент, кәдімгі басқарушы азаматтар осы өндірісте істейтін. Бұл менде қарапайым тілмен бір мысал ретінде мен жасап қойдым, соны көрсеңіздер болады. Әрі қарай біз тоқталамыз. Қараңыздар, мына слайдта бұлайша қарапайым тілмен сіздерге бергім келіп отыр. Возмещение затрат на повышение компетенции. Енді осы қандай қаражат? Біріншісі, қараңыздар, бана мен басында айтып өттім, профессиональная подготовка, переподготовка деп айттым, қайта даярлау және профессионал түрде мамандарды дайындау. 40%-ға дейін сумма возмещения мына кәдімгі шектеулі 30 миллионға дейін беріледі. Срок подготовки до 1 месяца. Бір айға дейін мамандарды даярлауға, қайта даярлауға жіберген кезде бір айға дейін кететін шығындарды сол шарт болу керек. Енді типі сотрудник, қандай мамандар қатыса алады? Бағана мен схемада көрсеткендей, инженер-техникалық мамандар, производствоға қарайтын мамандар және топ менеджмент. Енді осы мамандарды жіберіп, осы бағдарламаның ішіне қандай мемлекеттер кіретін, міне мына жақта жазып қойдым, қарасаңыздар. Біздің елімізде де, Қазақстанның өзінде және ближний дальний зарубежье. Енді мен әрі қарай осы орталыққа хабарласып сұраймын, ближний дальний зарубежье енді шектеу бар ма басқа бір мемлекеттен? Көбінесе Европадан әкелу мүмкін, Қытайдан, Қытай кіреді ме екен, соны да білгенім дұрыс. Енді екінші бағыт қараңыздар, повышение квалификация, қайта даярлау. Кешіресіздер, повышение квалификация, біліктілікті арттыру. Бұл жақта да 40%-ға дейін, 30 миллионға дейін шектеу қойылған. Срок подготовки. Енді мына жақта уақытты біліктілік арттыру 3 айға дейін. Бағана біріншісінде қайта даярлау, профессионалдық мамандар дайындау, ол жақта 1 айға дейін жіберген кезде, мына жақта 3 айға дейін
типа сотрудника, ол да осы инженер-техникалық ИТР дейді, инженер-техникалық мамандар, өндіріске қарайтын персонал және топ-менеджмент басқарушылар. Бұл жақта да қандай мемлекетке жіберуге болады? Қазақстан және ближний дальний зарубежье. Енді үшіншісі, сырттан келетін мамандарды әкелген кезде осы оборудование алды біздің кәсіпкер. Енді сол оборудование сол басқа мемлекеттен, Европа болсын, Қытайдан болсын, мамандар келіп, соны установкасын жасайды. Олар енді соны шығындар төлемейді ма? Жатуына өзінің несі бар. Енді әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір мысалдарда оборудование алып, сол оборудованиенің бағасында сол жақта келетін мамандар 3 күн жатып, кәдімгідей бір апта жатып установкасын жасайды. Бірақ қосымша, например, бір ай болуы мүмкін. Немесе 2-3 апта болуы мүмкін. Сол мамандар қалу керек, сол жақта установкасын үйрету керек. Сол кезде біздің кәсіпкер, біздің өндіріс қосымша қаражатын төлейді. Енді осы жерде осы керек. Сырттан келетін мамандарды 40%-ға дейін сумма возмещения кәдімгі 30 миллион шектеу болып қойған. Бұл да жетерлік негізі. Срок пребывания по договору дейді. Ол бір апта болуы мүмкін, бір ай болуы мүмкін, 2 ай болуы мүмкін. Негізі по договору мына жерде кәдімгі шартта белгілеп қойған. Юридический статус, енді сырттан келетін мамандардың трудовой договор оказания услуг. Сырттан келетін мына маман осының установкасын жасайды, немесе сонымен келісім шарт жасалу керек. Сол келісім шарт негізі шарт бойынша осы орталыққа беру керек. Цель привлечения дейді. Внедрение технологий, кәдімгі мына келетін оборудованияны соны өндіріске енгізу. Продвижение продукции услуг. Продвижение продукции услуг немесе осы өндірісте шығатын өнімдердің продвижение продукция услуг осы өнімді әрі қарай не дейді анау сату бойынша көмектесетін мамандар. Мен қараймын, бұл маркетологтар, басқа эксперт консалтинг кәдімгі келіп осы рекламасын былай жасау керек. Сондай мамандарды әкелген кезде кететін осы өндірістен кететін шығындарды шектеулі 30 миллионға дейін, негізі 40%-ға дейін деп жазып қойған шарттар. Үлкен мүмкіндік. Мен енді әрі қарай ойлаймын, біздің көп кәсіпкерлер, көп өндірістер білген дұрыс, осы бағдарлама кәдімгідей жабысып пайдалану керек. Қазір бұл повышение квалификации, бұл повышение компетенции дейді. Бұл біліктілікті арттыру бағдарлама ішіндегі біріншісі бағдарламасы. Мен бағана айтып өттім, 5 ішіне негізі 6, бірақ 5-еуіне тоқталамыз. Сол бірінші осы повышение компетенции немесе білікті арттыру бағдарламасы.